Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары, бүгін квадрат теңдеуі келтірілетін мәтіндік есептер тақырыбы бойынша БЖБ-ны қарастырамыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл БЖБ-ның мақсаты мәтінді есептерді квадрат теңдеулердің және бөлшек рационал теңдеулердің көмегімен шешу. Осы видеоны достарыңа жібер және каналға тіркелуді ұмытпа. Олай болса кеттік, бірінші нұсқаның бірінші есебін қарастырамыз. Бірінші есепте тік төртбұрыштың бір қабырғасы екіншіден 4 см артық, ал ауданы 60 см квадрат дейді. Тік төртбұрыштың қабырғалары мен периметрін табыңдар дейді. Тік төртбұрыш болғандықтан оның екі бүйір қабырғасы бір-біріне тең болады, яғни ұзындықтары және ені болады. Енді бұл жерде x дегеніміз ені, ал ұзындығы оның енінен 4 см артық болып тұр, яғни x плюс 4. А дегеніміз бізде ұзындық, ол x плюс 4 сантиметрге тең. Ал b дегеніміз ені, ол